бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қазір біз алдымен топқа бөлінеміз. Мына жерде келіп, әркім өзінің домбырасын таңдайды. Келіп алады. Алып келіп ала қойыңыздар. Енді біздер өткен сабағымыз бойынша қайталау сұрақтары берді. Қандай тақырып өтіп еді өткен сабақта біздер? Цилиндр көлемі солай ма? Бірінші сұраққа жауап береміз. Иә, айта береміз. Иә, дөңгелек. Келісеміз бе? Екінші сұрақ бойынша қаттырақ айтамыз. Цилиндр табанының ауданының формуласы қандай екен? Либрат қайтадан айта жүрмеші? S тең πr квадрат. Яғни ненің ауданы аласыз сонда сіз бұл жерде? Табанның ауданы дөңгелек, дөңгелектің ауданын аламыз. Келесі сұрақ толық беттің ауданы есептеу формуласы қандай еді кәне? Айта ғой. Толық беттен. S тең 2p жақша ішіне R қосқан H. 2πr. Яғни толық беті ол неден тұрады бізде сонда? Бүйір беттің ауданы мен не? Табан аудандарының қосындысынан тұрады. Жақсы. Отыра ғой. Нұрәлі. Келесі. Ал, тағы. Мирас айта ғой. Тұрып айтамыз. Яғни, цилиндрдің көлемі неге тең екен сонда? Табанның ауданы πr квадрат пен h биіктігі көбейткенге тең болады екен. Толық сөйлейміз. Келесі. Қимасының қабырғалары не болып табылады? Цилиндрдің осьтік қимасының қабырғалары. Осьтік қимасының қабырғалары. Биіктік және диаметр. Келесі. Келесі екінші топтан қане? Неше жасаушы бар? Бір жасаушы бола ма? Айта ғой, Ислам. Шексіз жасаушы. Өте жақсы. Цилиндрдің жасаушылары шексіз болады. Келесі. Цилиндр бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінің ауданы. Келісеміз бе? 2πr. Келесі. Бүйір бетінің жазбасы. Айта ғой. Толық айтамыз. Цилиндр бүйір бетінің жазбасы. Бүйір бетінің жазбасы ол тік төртбұрыш болады екен. Келесі. Айта ғой. Тұрып айтамыз. Төртбұрыштың бір қабырғасы айналдырғанда пайда болатын фигура. Бір қабырғасынан айналдырған. Тік төртбұрышты да айналдырған. Жақсы. Бұлай болса, геометриялық фигураларға ұқсас пішіндер көп. Ал сіздердің алдарыңызда тұрған денелер пішіні жағынан неге ұқсайды? Қандай геометриялық денеге ұқсайды деп ойлайсыздар? Мына дене мысалға. Цилиндрге ұқсайды. Жақсы. Бұны жалпы өмірде кездесті ме? Немесе осы дене, мен айтамын қазір сіздерге, да? Цилиндрге ұқсайды деп отырсыздар. Ал бұл қайда қолданылады? Кім айтар екен?
Өте жақсы. Аты не сонда мынаның? Көбі. Яғни толығырақ тағы да дұрыс айтып отырсыздар да. Балауыз айтып жүрші толығырақ. Иә. Бұл қазақ халқының дәстүрлі ыдыстарының бірі, яғни бұны сүтті өңдеуде, майды жасауда қолданылатын көшпелі қазақ халқының ыдысы қолданған ыдыс екен. Мынаны ішіне салады ғой, бүйтіп салып қойып, сосын жаңа ішіне сүтті затты құйып, бізде майды осылай айырған екен. Ертеректе ата-бабаларымыз. Одан кейін технология дамығасын, жаңағыдай сепаратор деген құралдар шықты, соларды пайдаланады олар, да? Май айыратын құралдар бар ғой, арнайы. Жақсы. Олай болса, сіздердің айналамызда тұрған дененің бәрін неге қандай денемен таныстық? Цилиндр, да? Цилиндр. Олай болса, бүгінгі сабағымыз цилиндр көлемі. Бұл цилиндр көлемімен сіздер өткен сабақта таныстыңыз. Бұл екінші сағаты. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты цилиндр көлемін табу формуласын білеміз және оны есептер шығаруда қолдана алуға үйренуіміз керек. Олай ма? Тағы бір еске түсіріп кетейік, цилиндрдің көлемі неге тең екен? Мана да сұрақ барысында болды. Табанның ауданы мен биіктігінің көлеміне тең болады. Жақсы. Келесі сіздерге жеке тапсырма. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып, дәптерлеріңізге міне тақтада жазылып тұр. Цилиндр көлемі. Яғни цилиндрдің көлемін есептейтін формуланы қолдана отырып, біздер бүгін есептер шығарамыз, тапсырмалар орындаймыз. Бірінші жеке орындайтын тапсырмаларыңыз міне тақтада тұр. Әркім жеке орындайды. Бақылау парағын таратамын. Әр оқушының алдына таратылады. Әрбір оқушы өзінің орындаған тапсырмасы бойынша балын белгілеп отырады. Мысалға, бірінші мына жеке жұмыс тапсырмасында бізде 2 балл беріп тұр. Яғни бірінші өстік қимасына ажырата алуымыз керек. Яғни өстік қима дегеніміз не? Олда қандай фигура болады? Цилиндр көлемінің формуласын қолданып, арай есептің жауабын табу керек. 2 балл беріп. Мынау сіздерге бағалау бетшелері. Әрбір орындаған тапсырмаларымызды мына жерге сағат жетекші сұрақ қойып жіберейін. Ал өстік қимасы қандай? Өстік қимасы не болады? Қандай фигура болады? Иә? Не болады? Иә, сен шығарып тұрмысың? Дайынсың ба? Ғибрат дайынмын дейді, тағым дайын. Иә? Тақтаға оны қалай түсіндіреміз ал? Мына тақтаны өзінің сызып пайдаланып, свернуть етіп. Алдарыңызда сызғыш бар. Өстік қимасы не болады? Олай болса, тік күшін сызып алады. Осының диагоналы берілген дейді, Табаны осы жақ,
30 градус болып көбейеді. Табанымен, жақсы. Ерекше үстіріш пайда болып. 2 болса, мынау 30 градус. Мына жер ағылады. Нені пайдаланып тұрсың сонда сен? Ерекше көрші. Яғни 30 градусқа тікбір үшбұрыштың 30 градусқа қарсы жатқан катетті ерекше үшбұрыш деп тұрғаны сол ғой. Неге тең болады? Арғай жылғастыршы өзі. Гипотенузың жартысына тең болады деп. Жақсы. Аңында бір көйті тұраш бар. Бізге табу керек не еді? Әлдеге жазып көрші. Бізге цилиндрдің көлемі болады. Олай болса, цилиндр көлемін Көлемі есептейтін формуланы жаза ғой. S табан, H сонда E квадрат, көйден H қаттырақ сөйлейді. мынау 2/1 ол цилиндрдің биіктігі болып табылады, ал осы цилиндрдің диаметрі болып табылады. Дұрыс. Диаметр Диаметрі болып табылады. 2 есеге радиус болған соң, мында сразу айтуға болады, турасты 3-ке теңестіріп, радиус. Радиусты 2-ке бөліп, сонда турасты 3 бөлме 2 болады. Радиус табылды, H бар, орнына қоясыз, сонда и көйтілген, жақша ішінде турасты 3 бөлме 2 квадраты көйтілген, H бізде 2/1-ге тең болған. Теңіз жазамыз, сонда и турасты 3 квадраты 3 есептегенде мұнда 3π бөлінген 8. Жауабы сонда? Енді бәріңізде дәптердегі есептеріңізді салыстыра қойыңыздар. Тақтадағы жауабымен сәйкес пе? Сәйкес келтіресіздер. Егер қандай да бір қателеріңіз бар болса, тақтаға қарап түзетіп алуларыңыз болады. Немесе сұрақтарыңыз болса, осы есептің шығару жолынан сұрақ болса қойып алады. Ал тек бір жолмен қалуға болмайды. Екінші немен де шығаруға болады? Сүйіргіштің синусы дегеніміз не? Сүйіргіштің синусы, тікбұрышты үшбұрыштың сүйіргіштің синусы. Қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Мынау 2/1-ді табу дұрыс. Келесі екінші тәсілмен де тексеріп жатырмыз. Косинустың несімен де табу атты. Іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы ғой. Сонда мынаны табу үшін косинус 30 градуста 2-ден турасына 3-ке тең. Дұрыс. Енді 2-ден турасына 3 шықты. Осының жартысы турасына 3 болды. Апарып қойдық па? Мұнда 2-ден турасына 3 болады. Себебі қара, косинус дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы ғой. Сол бойынша тапқанда да сенде мына жерде косинус 30 градус 2-ден турасына 3. Дұрыс. Екі тәсіл де дұрыс, исламдығы де дұрыс. Жаңа біздің айтып тұрғанымызда. Яғни осы жерден 32-ден 3 дейді. Келісесіздер ме? Қарадыңыз ба? Так. Тақтадағы есептің шығарылып жолын дәптерлеріңізге жазып алсаңыз болады. Кім орындай алмай отыр, мысалы, кімде қате болды дегендей түзету жұмыстарын жүргізіп алыңыздар. Содан кейін келесі тапсырмаға өтеміз. Оқушылар, келесі тапсырма сіздерге жұптық жұмыс беріледі. Ол алдарыңызда тұр, міне. Оқулықтағы 25-те 10-шы тапсырма бұл оқулықта. Сызбасы дайын, осы сызбаны қолдана отырып, сіздер есептің шарты бойынша қандай шаманы сұрайды, соны табасыздар. Екінші тапсырманы Міне сызбасы дайын тұр. Көрдіңіз бе? 25-те екінші суретте сызбаны пайдаланасыңдар. Міне сызбасы дайын тұр. 25-те 10 сурет. Қастарыңа сонда екелеп. Қайсы? Сіздікі дайын уже.
Дайын ба? Мына топтар уже дайын болып отыр. Көрінбейсіз тәпет Иә. Ем тауып аласың толығымен. Сүлемін тауып аласың. Вообще толық пішіресің. Иә. Толық пішқанша. Жұппен ғой, сендер жұппен екеуің бір жұптық жұмыс қыл балдар. Оқулықтан 25-те 10-шы тапсырма берілді, жұптық жұмыс болып. Енді орындап болса, жұппен дәптерлерімізді алмастырып тексереміз. Бұл жұптық жұмыс қой. Өзара жұппен ақылдасып орындаймыз. Одан кейін болдық па? Болса дәптерімізді алмастырамыз. Бір-бірінің жауаптары тексерілді. Ал сен мына үшеуің болдың ба шығар? Тақтаға ал, кім орындайды екен? Сызбасы бізде алдымызда дайын тұр, тек шешу жолын шығара қойсақ болады тақтаға. Шешу жолын кім көрсетеді деген Карим барып көрсете отыр. Шешу жолын көрсете отыр. Себебі сызба бізде дайын тұр ғой. Алдарыңызда сызба дайын тұр, солай ма? Осы сызбаны қолдана отырып, сіз мына сызба шешім жолын көрсете отыр. Тыныш. Жалпы көлемі тауы. Иә. Бізде ненің көлемін сұрайды негізі? Бұл жерде? Бөліктің көлемін сұрайды. Яғни толық оқышайық, сұрақты оқыш. Цилиндрдің табанының радиусы 2 сантиметрге тең, ал жасау ұшы 3 сантиметрге тең. Осы цилиндрдің екі жақты тік бұрышты жасап, қиып алған бөліктің көлемін табыңдар. Иә, ол үшін не істейсіздер? Ол үшін бірінші жалпы аудан табуға. Көлемінде. Көлемін сосын цилиндрдің көлемін, жалпы көлемін тауып аламын дейді. Иә. Сосын мынақты 90 градус бетіп бөліп тұрамыз, бөліп тұрғанда суретінде 4 бөлікке бөлеміз, айта аламыз. Себебі бізде? Себебі 90 градус. Толық бұрыш бізде қанша? 4/1. Жалпы соның анау қандай бөлігі болып тұр? 4/1 бөлігі болып тұр. Яғни демек бұны 12 пині біз бөліп аламыз. 4-ке 3 дәптерлеріңізбен жауаптарыңызды салыстырып алыңыздар. Барлығымыз тапсырма орындадық. Жақсы. Келесі. Тапсырма топтық жұмыс. Топтық жұмыс алдарыңызда тұр тапсырмасы. Жақсылап тұрып оқимыз, танысамыз тапсырмамен. Одан кейін орындаймыз. Ойлан, жұптас, бөліс тәсілі бойынша жеке ойланасың, жұптап талдайсыңдар топта, сосын ортаға ойларыңды бөлісесіздер. Ал бастаймыз. Қай топ бірінші болады, сол топ мағанда беріп бересіңдер. Бастай береміз. Тапсырма көріп тұр ғой? Тапсырманы оқыш, кім оқиды ал? Кім оқиды? Бір талдап жіберейік. Бегас тұрып оқиды. Жылыжай көлденең жарты цилиндр түрінде жасалған. Жылыжайдың ұзындығы 56 см, ал қабырғасы болатын жарты диаметрі 24. Жылыжайдың көлемін тап. Сонда кәдімгі цилиндрдің көлемін тап екеуіз. Сонда бұл жылыжай деген не жалпы? Өмірде кездесті. Теплица. Теплица. Не үшін пайдаланады? Гүлдер теплица. Гүлдер заттар қыста өседі. Жақсы. Яғни пішіні жағынан бұны неге келтіріп тұрсың сен? Жарты цилиндр. Яғни толығынан алғанда цилиндрді қарастырамыз да, соның жартысы. Яғни осьтік қимасынан өтіп жатыр. Жақсы. Ары қарай тапсырманы жалғастыра береміз. Орындаймыз. Жақсы.
Енді мен цилиндр жұмыс қанша көрсетемін. биіктігі елу алты. Иә, биіктігін аласыңдар. Пидің мәні сіздерде тестте орындап жүрді. Егер пидің мәнін берсе 3 деп береді. Бұл жерде бермесе оны 3,14-пен аласыздар. Ал есептей беріңіз. Иә. 12,648 Шықты ма? Жауаптарыңыз. Қай топ дайын болып бірінші тапқан кім? Ал сіз топ түсіндіре қойыңыз ал. Мына тақтаға бүйтіп келіп жазауыш бормен. Мынаны қоздырмай. Келе ғой. Мирас жас келмей. Біреуін шығару. Сіздердікі дайын ба? Так, қалай табасыз шешу жолын айтамын. Мынаған. Жоқ, сөйлеп дайын тұр ғой бізде. Сонда бұл жерде қандай формуланы қолданасыздар? Цилиндрдің көлемін табу формуласы. Формуланы жазып қоя ғой енді. Жақсы. Қай шама белгілі ал? Іздейміз ғой біздер. Биіктік бар ма? Бар. Нешеге тең? 56. Пидің мәні неше деп аламыз? Егер көрініп тұрмаса, ол нейді? 3,14. Көбейту салды. 3,14. Калькуляторларыңызды пайдаланып есептеп қоюға болады. 3,14. Неге мына жерде жауап, ондай жауап шықпайды? Мұстаф, қара? 12,648. Иә. 448. Иә. 12,660 бітімі ғой, да? Иә. Сосын? 148. Не болады? Дециметр. Дециметр. Басқа топтар салыстырамыз жауаптарымызды, қатеміз болса түзетіп аламыз. Келесі. Практикалық тапсырма алды. Оқушылар, бұл да жеке жұмыс болып табылады. Әрқайсыңызға жалпы сыныпқа беріледі. Бұрыннан сіздер геогебрия құралын пайдаланып білесіздер. Осы геогебрия платформасында цилиндр салып қарастырамыз. Ал соткілеріңізді ашып жіберіп, өздеріңіз бірінші орындап қараңыз. Или тақтаға шығып орындау болады. Енді біздерде осы платформамен, яғни геогебрия құралымен жұмыс жасап жатырмыз да. Кімде дайын? Бегарс дайын, бұл жерде Азатта дайын болып жатыр. Тақтаға біз әкеліп көрсетсек, міне Мираста дайын, жоғары көрсетіп қоямыз. Тағы да басқа оқушылар кәне бұл практикалық жұмыс, жеке жұмыс орындаймыз. Міне Карим де дайын болып келе жатыр. Рауан дайындап жатыр әне. Дастан, міне ғимараттар дайын уже. Енді осының жалпы тақтаға шығып, салу жолын көрсетіп жібереді. Кім шығады тақтаға? Бегарс келеу. Кейбір оқушылар әлі де орындай алмай отыр. Жалпы біз бұл геогебрия құралын үнемі сабақта пайдаланып жүрміз, солай ма? Мынау енді 3D форматында дейсіздер ғой сіздер. Иә, сөйлеп тұр, айттыр. Инструменттер әкелеміз. Қараймыз, әлі де бізде қолдана алмай жүрген оқушылар бар болса, тағы да тыңдап аламыз. Мысалы, 0-ден 3-ке дейін. Радиусын белгілейміз. Радиусы 2 болсын. Емне? Сегізінші шанс оқиды. Айтып тұрамыз. Міне. Сегізінші шанс өзі. Сендердікі? Бармамыз жөнінде. Келесі тапсырма. Енді оқушылар бекіту тапсырмалары ретінде біздерге
мына білімлен платформасынан жаттығу орындаймыз. Бірінші, екінші жаттығу орындаймыз. Біз бірінен білеміз, дұрыс орындасақ, мына жерге келіп жауабымызды тексереміз. Одан кейін барып тест тапсырмасын орындаймыз. Ал бастаймыз. Бастаймыз. Кімдікі дайын? Жаңа. Сенікі? Екеуіңдікі? Жақыннан қарап отқаның ба көрінеді? Онда деп мен. Тапсырма түсінікті ме? Орындаймыз деп тақтаға қарап оқып береміз. Телефон керек емес қой, мен алдыңда тұрған жұмыс. Калькулятор. Калькулятор пайдалану. Калькулятор. Ана пидем. Сол жауабын Берейін. Шамал бағында 8 штук сантиметр шықты. Сол қазір самолет. Так. Бірінші жаттығу орындап отырмыз ғой, да? Бірінші жаттығу дайын деп отырған әріптес оқушылар бар, ал сен кім өзің орындай бер, дәптерге қазір қараймын. Дәптерге дайындығымен дәптерді алып шыға қоясыздар. Дәптерге дайындау қойсыздар бұл жауабын. Пиді біз 3-те 10 тұтамыз, шамал бағында. Аши, 2 жұмда. Так, bir жерде айтпаса, қайсы? Қазір шығарам керек. Кәдімгі фольдермен фомос саған Пия квадратаж. Ой, пия квадратаж. Кім келеді? Дайынбыз ба? Ал. Болады, қағаздарына орындадыңыз ба? Ауызша түсіндіріп тұрамыз. Қалай орындадыңыз? Теннис добының диаметрі 6-35 сантиметр. Теннис топтары цилиндрлік банкіде 4-тен жинақтаған. Банкінің көлемін табу керек. Мына қоя бер, сонда мен былай есептедім деп айтасың ғой енді. Диаметр 6-35 болғандықтан радиусын табу үшін 2-ке бөлдім. Ол жерде 3-те 175 шықты. Сосын бізге биіктігі керек болды. Сол санды қай жерге жазасың енді? 3-те 175-тің квадратын. Одан кейін бізге биіктігі керек. Бұл жерде 4 теннис тобы болғандықтан 4-ті 6-35-ке көбейтеміз. Сол кезде 25-те 4 шықты. 25-те 4. Ал. Тақтаға қараймыз, салыстырамыз. Сонда пидің, калькуляторға салып көбейтемін дейді. Неше шықты? 256. Болма, ровно. Нені сұрайды сұрақ? Жалпы, сұраққа да бар. Сіздерде жауабын бүтін санға дейін дөңгелектеңдер дейді. Пиді де көбейтеміз, сонда? Пиді де 3,114 көбейтесің ғой. Калькуляторымды алып шығарып. 804 деген жауап шықты дейді. Ал салып қара. Жаз. Жақсы. Тексеруді басайын. Тексеруді басамыз. Жақсы. Келесі сабақтан бекіту тапсырмаларының бірі ал.
Иә, жауабын тауып белгілейміз. Ал, мен таптым деген оқушыны тезек шығара білуге болады. Бір сұраққа, бір дұрыс жауапқа 1 балл. Әрбір сонда дұрыс жауапқа 1 балл. Кәне? Иә. Ойланып жатырсың ба? Кәне? Иә. Ал. Әлі де жауап бермеген оқушылар бар, бізде тақтаға шыққан оқушылар бар. Кәне? Түсінбей отырсаңыз, сұраймыз балдар сұрақты. Сұрақ қоямыз. Дайындаймыз. Соңғысы от. Ауа. Сей бөлінген. Бөлінген ал бөлінген. Дайынмын деген оқушылар қол көтере қойсын онда. Сосын, тағы мен жауабын тауып отырмын деген оқушылар. Мен жауабын тауып отырмын деген оқушылар қол көтере қоямыз. Иә, тағы бір оқушы. 2 оқушы, сосын. Бізде бірінші случай. Бізде тереңдерді өзі бана басында сабақта айтып кеттіңіздер. Неден айналдырғанда тереңдер? Қандай фигураны айналдырғанда тереңдер? Иә, тіпті өткішті бір қабырғасынан айналдырғанда шығатын айналу тересі тереңдер. Олай болса қараңыз. Бір қабырғасынан деп тұр. Ол А қабырғасынан да айналдыру мүмкін, ол Б қабырғасынан да айналдыру мүмкін. Көрдіңіз бе? Иә. Кім дайын? Тағы таптым деген оқушылар қол көтере қоймыз да келеміз. Белгілей қояйық. Келе ғой Кәнем. Кәнем келем дейді. Ал. Міне, бекер қорқып отыр екенсіздер. Тапқан жауаптарыңыз дұрыс, келіп белгілеп кетсеңіз болады екен. Түсінікті ме? Дәптерде есептеп отырған оқушылар бар, бірақ шығуға, тақтаға шығуға бата алмай отыр. Дұрыс бола ма, болмай ма жауабын деп ойланып қалып отыр. Шығасын дайын болса. 2 есе биік дейді. Екінші жылда 1 есе кең. Тереңдігі көлемінің биік тереңдігі көлеміне қатынасы тақ дейді. Так. Қане? Дәптерге мына кім Кәримдер дәптерде жазып жатыр да, жақындатып түсіріп кетсең бар, есептеп жатқандар бар. Шығармай кетіп. Ойланбай қалып отырған оқушылар ойланамыз, дәптерге сызамыз. Бізде, иә. Бір цилиндр екіншінен 2 есе. Так. Иә. Екі есе кем деген. 1,5 есе кем. 2 есе биік. Кім дайын? Ал. Жауабын тапқан оқушы бар ма? Мен барайыншы апай таптым деген оқушы. Ал қол көтере бер, иә. Келе ғой. Ал салыстырыңдар. Сонда әркім жауабын тапқан оқушы, мұнда бұл жерде шынайылық болу керек балалар. Өзіңді біліп отырсыз ғой, өздеріңізді өзіңіз дұрыстап бағалаңыз. Мына жауап дұрыс болса, 1 балл қоясыз бетшеңізге. Қате болса, бұл жерде сіз алған жоқсыз балды. Сондықтан өзімізді өзіміз шынайы бағалайық. Жақсы ма? Ал. Шеңбердің ұзындығы 3, бүйір беттің ауданы 6-ға, цилиндрдің көлемін тап дейді. Кәне? Орындаймыз дәптерге.
İslam işi burada. 4,5. Тағы 2 шоқ ұшайты, жауапты, тағы. Карим барау. 4,5. Ал. 4,5. Міне өздеріңіздің бағалау бетшелеріңізге кімнің жауабы дұрыс болды, бал қосасыздар. Келесі соңғы сұрағы. Ал. Осы қимасының ауданы 2-ден пи етең, цилиндрдің көлемін тап дейді. Бастаймыз. Ойланып қалып жатқан оқушыларға формула қандай ал бері башыш қайсы шықпай жатыр ма әлі қайдан біліп отырсың оны шықпай жатқанын тапқан жауабыңды барып белгілесең болады тапқан жауабыңды барып белгілесең болады Азат бір жауап алып отырып белгілеп қараймын дейді ал. Өзін өзі тексеріп қарайды. Сонымен біздер сабағымыздың мақсаты цилиндрдің көлемін есептеу формуланы білу және оны не істеу еді есепте шығаруларда қолдана алу керек. Ал бүгінгі сабақ бойынша не үйрендің? Қолданып есептер шығардыңыз, цилиндрмен. Жақсы. Не қиын болды сіздер үшін? Әлі толық түсінбеген жеріңіз бар ма? Немесе нені жалғастыру қажет? Мына QR код бойынша жауаптарыңызды жазсаңыз болады. Өз ойларыңызды білдіріңіздер. Осы бүгінгі сабақ бойынша бағалайтын болсақ, сіздер жарайды. Өздеріңіздің бағалау бетшелеріңіз бар. Қазір маған бересіздер. Сонда да сабақ үстінде белсенді қатысып, жоғары балл алатын оқушылар біздерде белгілі болып тұр онсызда да, былай бағалау бетшесінен. Өте белсенді қатысып отырған оқушылар. Бегаш бар бізде, Карим бар, Ислам бар, Мирас бар, Ғибрат бар, Балауса бар. Есепті шығару жолдары мен өздерінің ойымен бөлісіп жатырған. Өте жоғары балл алады қазір, 10 балл алады. Нұраны, Берекет 7 балдан алады қазір бізде. Одан кейін жеке тапсырма бойынша орындап отырған оқушылар бар жерде. Аяулым, Қайсар 6 балдан алады қазір бізде. Кім бағаланбай қалды? Мерей бізде жақсы қатысты, 7 балл қоямын. Мен өзімнің уже бетшемді жүргізіп тұрмын. Сіздердің бетшелеріңде көремін қазір. Үйге тапсырма оқулықтан 25-те 4-ші. Мына жерде жазылмай қалған ғой. 25-те 4-ші тапсырма үйден орындап жатсың.
сабақ аяқталды. Бағалау бетшелеріңізді маған тапсыра қойыңыздар. Сау болыңыздар.